Айгүл, Жақсы. жағдайыңыз қалай? Нормально. Бүгін неге Заринаға Шерханды қосып тиісіп кеттіңіз? Түсінбей қалдық. Енді кезінде. Әлде сізге Зарина туралы да бірдеңе айтылды ма? Мүлдем әңгімесі келесі. Енді Зарина өзі айтып кетті алдында. Оны ешкім қозған жоқ өзі, бірақ өз-өзін қозғап өтті ғой. Осындай. Маған типа енді жаман жоқ. Көрсетіп өтті ғой өзін. Бірақ енді білмеймін, ештеңе айта алмаймын. Осы жерде қанша жылағаныңыз мына жерде. Қандай қылып айтып отқан бір түрлі жылап қалады өздері деген сияқты келді. Ол айтты жүріп, қалай айтты жүріп, содан кейін жауап берген ғой. Не үшін Шерханды қосып айттыңыз дегенім? Енді ол алдыңғы сезондарда кәдімгідей ұзақ бір кино сияқты история болған ғой. Содан кейін қосып Содан кейін қосып айтып кетейін деп ойладым. Қызғанып айтқан жоқсыз ба әйтеуір? Минута осталось, минута. Біз солай қабылдап қалдық ау. қойшы. Иә? Айда бүгін ерекше стильде келіпті. Сөйтіп аяқ асты үміткерлі болып қалдыңыз. Тағы бір ақпарат менің дайрегім деген енді ой шулады демалыс күндері. Маржан ханымның да мына жерде неге отырғанын білмейміз, құрметті оқырман. Бізде бірақ бүгін міндетті түрде одан жауап аламыз деген ойдамыз. Негізі приколста қоя салған ғой, потому что анау соңғы эфирден кейін маған Заринаның хан парақшалары қатты жазып кетті да. Эфирге кірсем де андай қатты андай сөздер айтып кетті. Кемпір, жас баланың мазасын берме, сен екі жастың ортасына түспе, ажырасқан санауына деп қатты сөйлеп кетті. Соған әдеу болып қалған ғой. Жүрегім бәрі бос, үміткер күтіп отырмын. По приколу қоймай кейін алып тастадым ғой барлығын. Бүгін қызыл көйлек киіп алыпсыз. Бірақ бүгін Зарина ортаға шыға ма жоқ па білмейміз. Негізі совпадение болып қалады. Для себя киемін ғой көйлекті. Солай екен, иә. Настроение бүгін қызыл көйлек киді. Негізі басқа двойка киіп келгем деп па. Жарайды енді. Әр әзілде бір шындық бар деген рас шығар мүмкін. Расул деген жігітте қандай жаңалық бар екен? Қайсын айтсам? Жаңалығыңыз көп болды. Екі күнде өте көп жаңалық болды ма сізде? Екі күнде бір жаңалық шығар. Көңіл күйі қалай екен? Өте жақсы, өте керемет. Бәрі дұрыс па сізде? Иә, барлығы дұрыс. Үміткеріңізбен таныстық. Бүгін естисіздер. Бүгін естиміз. Бар ма жоқ па үміткеріңіз? Білмеймін. Әлде? Жоқ па, бұл өмірде кетіп қалған жоқ деген. Тірі шығар енді. Тірі шығар, білмейміз, міндетті түрде. Аман сау жүрсін енді. Енді бүкіл енді естисіздер енді. Кездесу қалай болды, не қалай болды барлығын. Айтатын әңгіме бар ма екен, даже да ойланып тұрмын. Шығып алып үндемей отырам ба деп ойлап тұрсыз ба? Не айтамын деп ойланатын сияқтымын. Біржанмен айтатын әңгімеңіз көп сияқты, үміткеріңізге қарағанда. Кіммен? Кіммен сол, құрметті оқырман, кіммен? Жансаяның ғана емес, Әлішердің де көңіл күйі жоқ, неге? Нормально? Білмеймін, өте қатты сезіледі көңіл күйі жоқ екені. Иә. Білмеймін. Қасыңызда қызыңыз бар, таныстық бәрі дұрыс. Иә? Неге бірақ көңіл күйі? Сондай болады екен ғой адам. Әлде бірдеңе өкініп жүрсіз ба? Өкініп жүрме. Неге өкініп жүрсіз? Машинам соғып алған. Иә, жігіттердің қыздарынан да жақын дүниесі сол көлігі, сол үшін шығар көңіл күйі жоқ, иә? Осы Айсұлу келгелі Айсұлумен бір таныспадық. Сіздің толық жасыңыз қаншада? Толық жасым 19-да. Қай жақтың туылмасыз? Мен Сатпаев қаласының жасым Алтау облысы. Ата-анаңызбен бірге тұрасыз ба? Жоқ, ата-анамен бірге тұрмаймын. Әпкеммен тұрамын. Ата-анаңыз Жезқазғанда тұрады. Жезқазғанда тұрады. Қанша ағайынсыз? Мен 5 ағайын. Мәссаған. Сіз үйдің үлкенісіз, иә? Мәссаған 19 жаста. Ата-анаңыз жас, иә? Мамам 87 жылғы жасы. 37-тен бастап. 37-38, иә? Примерно. Мәссаған. Сержанмен жасты. Папаңыз ше? Папам тоже 87. Күшті екен, иә? Үміткеріңіз? Үміткерім Эльдар, бүгін ортадамыз. Беліңізді сатпайтын қыз болып есте қалдыңыз. Содан кейін сатпай жүрсіз. Расулдан кейін. Расулды тема қозғауларыңыз. Расул туралы әңгіме қозғамаларыңызды сұрайын дедіңіз ғой? Ұнамайды маған дедіңіз. Расул туралы әңгіме қозғаған ұнамай ма, Расул ұнамай ма?
расул туралы андай болады ғой енді ортада мен қатысым жоқ үштікке кіргізіп тастайды расул мен үміткер бар мен үміткерім бар дегенде маған ұнамайды кәдімгі кезде жоқ нәрсені бар қылып ше олар расулдай қасынан өтіп бара жатса да расул ой сөйледі бүйтті сөйтті деп ше ондай расулдың өзі былай ұнайды әңгіме ғана ұнамай ма әлде қалай ол да Аха.